президент. Қалай ойлайсың, қанша ақшаны Путин тартып алды қалмақтан? Бәрі ақшаны тартып алды. Бұл адам деп санамайды бұларды, қазақ жаңағы бараны дейді бұларды, натуральный. Смаилов, Тоқаев, Кемел Жемелевич те, сондықтан бәрі ақшасын тартып алды. Кеше отан жасағанда несінде ауруханасында не жасаған, ол дастархан жасаған, алғыс айтып. Енді жүріп жасады ғой. 200 мың теңгеге бала болып берді. Ол не 400 евро. Адам қай болса да қазақ сондай ғой, ырымшыл операция жасап аман-есен қалып нәрсе, сол 200 мың теңгені жай қақ. Ауылдың қазағы деп тұрады, ауылдың фермері. Мынау 150 миллиард жобасы доллар ақшасы бар, қайда кетті ақша? Ол біріншіден тағы да айтамын, шетелге шыға алмағаны, айтты ғой, бәрі де айтты. Жоспарланған ота болды, неке плановая операция. А плановая ол неге? Ол Швейцариядағы бірыңғай жүретін адам, қазақтардың жаңағы ауылдың адамдар жасайды, ол пианый институтында. Ол жерде Тоқаев, Назарбаев өзінің құдай деп санады ғой. Міне, сондықтан ақша жоқ онда, бәрін тартып алды. Қыздарын бәрінде. Анау кім несінің Карим Масеевтің қызы істі болып жүрдеді ғой, Дубайда ма, Эмиратта ма. Себебі оның жаңағы балаларына тыққандан бәрін тартып сығып алады Путин. Путин және те мына азаматтар міне біздің саяси ахуалды құрастыратын мына азаматтар. Патрушев өзі қаңтарда болды, мінекей Бортников, Сергей Лавров, Николай Патрушев, Сергей Нарышкин, служба СВР. Міне осылар. Сондықтан Назарбаевты ақша бар деп білдіріп жүр, тартып алайық деп. Опоздали немножко, друзья.